Саламатсыздарбы оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәндік гүлдер түрлері. Сабақты бастаудан бұрын бірінші психологиялық ахуал жасайық. Бүгінгі сабағымызға байланысты психологиялық ахуалымызда мынандай тақырыптармен басталады екен. Осы жерден қыздар, өздеріңе ұнаған сөзді келіп таңдайсыңдар, сол таңдау арқылы біз гүл шоғын жинаймыз. Жақсылық. Келесі бақыт. Бақыт. Қандай керемет келесі өз? Мереке. Міне, қандай жақсы сөздермен біз бір гүл шоғын жинадық. Енді келесі. Менің сыйқырлы кітаптарымды таңдап, қай топта екендіктеріңді біліп алыңдар. Әр кітаптан шыққан сөздер арқылы достарыңа жылы тілектеріңді жеткізіңдер. Ал енді қыздар, біз бүгінгі сабағымыз біздің топтық жұмыспен орындалады екен. Бүгін сендер 9 оқушы болғандықтан, сендерді 3 топқа бөлуді ұйғарып отырмын. Енді келесіндерде бір кітапты таңдайсыңдар. Сол кітаптан қандай топ шығады, сол топқа сендер бөлініп отырасыңдар. Тез келіп, бір кітапты таңдаңдар. Мына жақтан келіп бастаймыз. Үшінші топ. Үшінші топта қандай гүл тұрғанын таңдаймыз да, үшінші топта қандай гүл тұр, сол жерден сол жердің гүлін таңдаймыз. Үшінші топта қандай гүл тұр? Жіппен тоқылған гүл тұр, я? Жіппен тоқылған гүлді таңдап отырамыз. Отыратын кезде қыздарға бір тілек айтамыз. Қандай тілек? Асылай? Өмірдерің гүл болсын. Ой, рахмет. Келесі қыз тез келе береміз. Ахмаржан. Екінші топта қандай гүл тұр? Моншақпен тоқылған гүл. Тілегіңді айт. Қыздар әрқашан бақытты болыңдар. Өткен сабақта қандай тақырыпта өттік қыздар? Қандай тақырып өттік? Киім және аяқ киім күтімі. Киім және аяқ киім күтімін өттік, иә? Киімді сатып алған кезде біз оның зат белгісіне қарап, қалай күту керек екенін білуіміз керек, иә? Зат белгіде, мысалы, мынандай нәрсе тұрса, ол қандай нені білдіретін еді? Кептіруге не деген сөз? Болады, иә? Кептіруге болады деген сөз. Кептіруге болады деген сөзді осындай түріп көрсетеді. Егер бұлай сызық болса не істейді еді? Кір жуу машинасында кептіруге болмайды деген сөз. Келесін кім айтады? Ағартуға болады деген сөз. Келесі мынау Химиялық тазартуға болмайды. Болмайды деген сөз. Химиялық тазартуға арғысы химиялық тазартуға болады деген сөз. Өткен сабақты жақсы меңгерушілер, өте жақсы. Келесі енді мына жерде мынау сұрақтарға жауап беру арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашады екенбіз. Гүлдерді не үшін өсіреміз? Кім айтады? Орнымыздан. Қандай? Гүлдерді бізге таза ауамен оттек беру үшін өсіреміз. Дұрыс, өсімдіктер бізге оттегі береді. Тағы да кім айтады гүлдерді не үшін? Әсемділік үшін. Әсемділік үшін. Дұрыс, сұрақ дұрыс болды, енді ашайық. Келесі сұрақ, қандай сәндік гүлдерді білесіңдер? Сәндік гүлдер. Мерекеге сыйланатын сыйлық. Ахмаржан, мерекеде не сыйлайды? Гүл. Мерекеде сыйланатын гүл шоғы екен, гүл шоғы. Сонымен бізге ашылды бүгінгі сабағымыз гүл екен. Гүл өсіру. Сәндік гүлдер сабағымыз сәндік гүлдер түрлері және гүл өсіру шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар. Қазір далада көктем болып тұр, дәл қазір гүл егетін уақыт. Гүл егу үшін қандай жұмыстар орындалу керек екен және қандай гүлдердің түрлері бар екен. Сәндік гүлдер түрлерін ажыратып сипаттайды оқушылар. Гүл өсіру шаруашылығында көктемгі жұмыстар үйренеді, қауіпсіздік техника ережелерін сақтау жолдарын түсінеді. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді сәндік гүлдер бізде бөлме гүлдері және дала гүлдері болып бөлінген. Алдарында тұрған номер бөлетінде бөлме гүлдері. Осы гүлдерді таныс болып жүрулерін қажет екен. Енді дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күнде жазамыз. Гүл өсірудегі көктемгі жұмыстарды жазып шығамыз.
жұптық жұмыстар жасаймыз. Екі оқушыға бір қағаз беремін. Осыны сендер сәйкестендіресіңдер. Екеуін. Сәйкестендіресіңдер. Бұл жерде тыңайтқыш себу қайсына сәйкестендіріледі? Мына жаққа. Топырақты өңдеу қайсына жатады? Өсімдікті көбейту қайсына жатады? Және гүл түрлері қайсына жатады? Сызып көрсетеміз. Кітапты қара пайдалануға болады. Топырақты өңдеу, қопсыту, өсімдікті көбейту, тамыр, тұқым, түйнек, гүл түрлері, бөлме, дала. Дұрыс па? Келесі топ. Енді тексерейік. Тыңайтқыш себу. Мынаған өңдеу. Дұрыс па? Бәрімізді дұрыс, иә? Топырақты өңдеу. Қопсыту екен. Дұрыс жауап беріңдер. Өсімдікті көбейту. Тамыр түйнек екен. Гүл түрлері бөлме, дала болып бөлінеді. Өте дұрыс. Зерттеу сәнде орнымызда тұрамыз да. Барлығымыз тақырдан ешкім соны орындаймыз. Бір-бірімізге қарап. Жақтырмаймыз. Егетін болсақ та мынандай құрал жабдықтарды қолданамыз. Ол құрал жабдықтар алдарында тұр. Міне, тырма, бұл үйде кішкентай көрсетілетін, далада үлкен пайдаланамыз, иә? Мынандай күректер үйде гүл егу үшін. Мыналарды қалақпен топырақ саламыз. Және мынандай су құятын нелер болады. Ыдыстар. Осы жұмыстармен, осы құрал жабдықтармен қалай жұмыс істеу керек екен? Гүл өсіру шаруашылығында қауіпсіздік ережелерін сақтау өте маңызды. Жұмыс барысында қолғап кию керек, қолды қорғау керек, құралдарды қайшы, күрек дұрыс пайдалану қажет. Және оларды қолданғаннан кейін өз орнына қою керек. Осы жаңа тақырып бойынша қазір гүл өсіреміз енді. Гүл өсіру кезінде неге қолғап кию керек? Екінші топ. Гүл өсіру кезінде неге қолғап кию керек? Қолымызды жараламау үшін. Және Химиялық заттардан қорғау үшін. Жауап дұрыс екен. Гүліміз өсті, иә, тағы да. Келесі енді жалпы сұрақ мынау. Кейін соңғы. Жұмыс аяқталған соң қандай тазалық сақтау керек? Ал, тапсыр. қолды тазалап жуу қажет. Және құрал жабдықтарды Орнына қою керек екен. Мына гүлді өсіріп шығарыңдар. Өте дұрыс, жарайсыңдар. Келесі. Топ нәжіден қажетті құрал жабдықтарында алыңдар. Келдер, алжапқыштарын киіңдер бірінші. Әр топтан екі алжапқыш шығар, екеу. Саламыз. Тастарын салыңыз. Жартылай саламыз дедіге, жартылай. Әр топ гүлдерінде екіп бітірдіңдер, иә? Енді екінші топтың гүлі қандай гүл екенін қыздар түсіндіріп айтыңдар өздерің. Біздің гүліміздің аты әйел бақты. Әйел бақты деген гүл, иә? Енді бұл гүлді сендер үйлеріңе азанып қойып қойған кезде үйге бақыт келеді деген сөз білдіреді екен, иә? Келесі бірінші топ. Біздің гүліміз доллар гүлі. Доллар гүлі. Онда қандай ырым бар халықтың арасында? Доллар гүлі. Ақша шақырады деген ырым. Ақша шақырады деген ырым бар екен. Өте жақсы. Келесі топтыңқы. Бізде де доллар гүлі. Доллар гүлі. Ол ақша шақырады. Ақша шақырады. Бүгін міне гүл егуді үйреніп, және гүлдің аттарында үйреніп алдыңдар, иә? Енді үйлеріңе барып, неше түрлі гүл егетін боласыңдар. Әр топтан бір қыз келіңдер. Сіздерді гүлге су құя бересіңдер. Гүлге су құю арқылы біз гүлдерді сұраққа жауап беру арқылы
гүлдерді суарады екенбіз. Ал сәндік гүлдерді қандай топтарға бөлеміз? Бөлме гүлдеріне. Сәндік гүлдерді қандай топтарға бөлеміз? Бүгінгі сабағымыз, иә? Екі топқа бөлеміз. Дала гүлдері және бөлме гүлдері. Бөлме гүлдері. Ал мына жақтан келді, сол үй дегенді бас. Или соны бас. Міне сұрағыңыз жауабыңыз дұрыс екен. Гүлге су құйылды. Келесі кішкене өсті. Келесі топ. Тыңайтқыш не үшін қажет? Жақсы өсу үшін. Не жақсы өсу үшін? Гүл жақсы өсу үшін. Су құю дегенді бас. Дұрыс. Тағы да бір бас. Болды. Енді өздерің білетін бөлме, өзің оқыршы сұрақты. Өздерің білетін бөлме гүлдері аталады. Кактус, Тағы қазір екен гүлдері. доллар. Доллар бір тағы да. Әйел бақты. Әйел бақты гүлдері. Су құюды бас. Су құюды гүл тағы да өсе бастады. Дұрыс. Сендер жақсы дұрыс жауап беру арқылы гүлге су құйып көбейтіп жатсыңдар. Бәрі түсінікті болса, мына зонтикті басасыңдар. Сұрағым бар десеңдер, мына қолшатырды басасыңдар. Түсінбедім десеңдер, қызыл қолшатырды басасыңдар. Келіңдерді басып шығыңдар. Бәрі кезектесіп келесіңдер ма? Ал бәрі түсінікті болса, көпті басасыңдар. Міне бір жаңбыр тамды. Екінші жаңбыр сезімге үйге тапсырма береді. Бәрі түсінікті. Бәрі түсінікті.